Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қазақша, арабша Құран оқу. Ар-Рa'д сүресі 5-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллаға сыйынамын. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, егер таң қалар болсаң, сонда біз шіріп топыраққа айналғаннан кейін тірілеміз бе дейтіндердің сөзіне таң қалу керек. Міне солар Раббыларына күпірлік қылғандар, әрі олар мойындарына өздерін тозаққа сүйрейтін ажырғы салынған бейбақтар. Олар тозақтықтар, олар сонда мәңгі бақи қалады. Енді арабшасы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Олар саған қане бізді қорқытқан азабыңды тезірек келтірсеңші деп бастарына жақсылықтан бұрын жамандықтың тезірек келгенін тілейді. Әйтсе де олардан бұрын өмір сүріп лайықты жазасын тартқан күнәһар қауымдар сияқты ғибратқа толы талай мысалдар шынымен орын алған болатын. Алайда Раббың адамдар қанша жерден зұлымдық істесе де оларға кешірімді. Расында Раббыңның жазасы тым қатты. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم. Күпірлік қылғандар пайғамбармын деп жүрген бүкіл кісіге Раббысынан анық дәлел түсуі тиіс емес пе? Дейді. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, сен тек ескертушісің. Әр қауымның тура жолға бастайтын бір жол басшысы бар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق الله العظيم. Алла әрбір ұрғашы жыныстың не көтергенін, құрсақтардың нені кемітіп, нені арттыратынын, нені түсіріп, яғни қай құрсақтың түсік тастап немесе ай күні толмай босанатынын, нені мерзімінен асырып жіберетінін толық біледі. Оның құзырында барлық нәрсе өлшеулі. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху я'ламу ма тахмилу куллу унса ва ма тагидул архаму ва ма таздад ва куллу шайин индаху бимиқдар. Садақаллахул азим. Ол ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін емес тылсым әлемді де, жария әлемді де толық білуші. Ол ұлы да асқақ. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алимул ғайби ва шахадатил кабирул мутаал. Садақаллахул азим. Араларыңнан сөзін құпия түрде айтқанда, ашық айтқанда, немесе түн ішінде жасырынғанда, күндіз ашықтан ашық бой көрсеткенде ол үшін бірдей. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Саваун минкум ман асаррал қаула ва ман жахара бихи ва ман хуа мустахфин биллайли ва сарибун биннахар. Садақаллахул азим. Расында Алла қандай да бір қауым өз ішінде өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді. Алланың әмірімен оны адамды алдынан да артынан да алма кезек бақылайтын һәм қорғайтын, не істеп не қойған түгел жазып отыратын періштелер бар. Қандай да бір қауым өз ішінде рухани тұрғыдан жұтап өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді, яғни жамандыққа душар етпейді. Егер Алла бір қауымның басына қандай да бір жамандықтың келуін қаласа, оның бетін ешкім де қайтара алмайды. Адамдарға Алладан өзге қамқор болатын ешкім жоқ. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лаху муаққибатум мин байни ядайхи ва мин халфихи яхфазунаху мин амриллах.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Садақаллахул азим. Ол сендерге найзағайды һәм үрей салатын һәм үміт отын жағатындай етіп көрсетеді. Әрі қорғасындай ауыр сауын бұлттарды жаратады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлази юрикумул барқа хауфан ва тамаан ва юншиу сахабат сиқал. Садақаллахул азим. Күннің күркірі оны мінсіз кемшілік атаулыдан ада һәм ұлы екенін айтып мадақтайды. Періштелер де оны ерекше құрметпен әрі қорқа отырып ұлықтайды. Сондай-ақ ол қалағанның төбесіне жай түсіреді. Сонда да кәпірлер Аллаға қатысты мәселелерді сөз таластыруда. Анығында оның жазасы тым қатты. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. Қабыл болатын дұға, оған оқылған дұға. Мүшриктердің оны бұлай қалдырып, дұға етіп жалбарынған пұттары олардың бірде-бір дұғасына жауап бере алмайды. Алладан өзгеге жалбарынғанның жай-күйі аузыма су құйылсын деп, алдындағы бұлаққа қос алақанын жайған күйде отырған адамға ұқсайды. Алладан өзге жалбарынғанның жай-күйі аузыма су құйылсын деп, алдындағы бұлаққа қос алақанын жайған күйде отырған адамға ұқсайды. Алайда ол солай тұра берсе, су оның аузына әсте жетпейді. Міне кәпірлердің дұға мінәжаты дәл сондай бекершілік, жауапсыз қалатын дұға, одан басқа түк емес. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лаху да'ватул хаққи валлазина яд'уна мин дунихи ла ястаджибуна лахум бишайин илля كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كباسط подобно просирающим. Садақаллахул азим. Күллі аспан әлеміндегі және жердегі жаратылыс атаулы, тіпті олардың көлеңкесі де ерікті һәм еріксіз түрде ертелі кеш Аллаға құлдық ұрып сәжде етуде. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валиллахи ясджуду ман фис самавати вал арди тау'ан ва кархан ва зилалухум бил гудуви вал асал. Sadaqallahul azim. Secde ayeti. Ва Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Енді олардан күллі аспан әлемі мен жердің Раббысы, оларды жоқтан жаратып белгілі жүйеге салған һәм бәріне тіреу болып тұрған кім деп сұра. Олар амалсыздан Алла деп жауап беретіндіктен бұл сұрағыңа өзің-ақ жауап беріп Алла деп айт. Оларға сонда сендер оны былай қойып, өздеріне пайда да келтіре алмайтын, тіпті өз бастарына төнген бәленің бетінде қайтара алмайтын бір қатар қамқор ие әрі дос тауып алдыңдар ма де. Сондай-ақ олардан соқырмен көретін адам тең бе, қараңғы түнектермен жарық нұр тең бе деп сұра. Әлде олар Алланың жаратқанындай жарата алатын, Аллаға тең келетін бір қатар серіктерді тапқандықтан жарату ісі олардың басын қатырып, нағыз жаратушының кім екенін біле алмай дал болып жүрме. Оларға Алла барлық нәрсенің жаратушысы, ол жалғыз әрі бәрінен үстем деп айт.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Sadaqallahul azim. Ол аспаннан жауын жаудырады, сөйтіп сай саладағы өзендер мен жылғалар әрқайсысы арнасына көлеміне қарай тасып ағады. Тасып аққан су бетіндегі көпіріп шыққан көбіктерді ағызып әкетеді. Сондай-ақ адамдардың әшекей немесе басқа да бұйымдарды жасау үшін отқа қойып балқытқан түрлі түсті кендерден де сондай көбік шығады. Міне Алла ақиқат пен жалғанды мынадай мысал келтіру арқылы түсіндіреді. Көбік көп ұзамай-ақ жоқ болады, ал адамдардың пайдасына жарайтын өзек болса жерде тұрақтап қалады. Міне Алла осылайша мысалдар келтіреді. Көлемі тасып алады. Түрлі түсті кендерден де сондай көбік шығады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء خلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Sadaqallahul azim. Раббыларының шақыруын қабыл алғандарға ең керемет сый жәннат бар. Ал оның шақыруын қабыл алмағандарға келсек, олар күндердің күнінде дүниенің бар байлығы мен ондағы шексіз мүмкіндіктер және соның тағы да бір есесі өздерінің ғана қолында болса, бастарына келетін ауыр азаптан құтылу үшін соның бәрін өтем ретінде төлер еді. Міне солар қатаң жауапқа тартылады. Олардың ақырында барып паналайтын жері жаһаннам. Ол қандай жаман жатақ десеңші. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.